Құрметті менің сүйікті тыңдармандарым, каналыма тіркеліп, лайк басып, әңгіменің соңына дейін тыңдап, қолдап отырыңыздар. Қыстың алғашқы ызғары сезіле бастаған шақ. Таң ата бере ауыл шетіндегі жалғыз қыстауда бір үйдің шамы ерте сөнген жоқ. Бұл жалдамалы малшы Ержанның үйі. Ол әйелі Жамиля және екі баласы Нұржан мен Асылымен бірге осындағы байдың малын бағып, күндерін еңбекпен өткізіп келеді. Ержан бала күннен мал соңында жүріп өскен. Өзінің малы болмаса да, кішкентайынан атасының қолында жүріп, мал бағудың қыр-сырын меңгерген. Қазір осы кең жазықта бір байдың бірнеше жүз қойын бағып жүр. Баяғыдай емес, қазір бәрі басқаша. Біреудің малына ие болу үлкен жауапкершілік. Таң атысымен тұрып, Ержан әдеттегідей далаға шықты. Суық жел бет қарып тұр. Қораның есігін ашып, қойларын түгендеп шықты. Байдың өзі анда-санда келіп, малдың жай-күйін біліп кетеді. Бірақ қалғаны Ержанның мойнында. «Жамиля, шайың дайын ба?» деп Ержан ішке кіріп, қолын жылытып, жатып сұрады. «Дайын, кел ішіп ал. Бүгін балалармен бірге қораны тазалап, шөпті де бір қарап алшы», деді Жамиля. Балалар да әкесіне көмектесуге асық, әсіресе Нұржанға қой қайыру қызық. Ол өзін нағыз малшыдай сезінеді. Тіпті кейде әкесіне кеңес беруге тырысады. Күн ұзақ, жұмыс толы. Қар қалың түспей тұрғанда қысқа дайындықты аяқтау керек. Шөп жеткілікті ме, су мәселесі қалай болады, барлығын ойластыру қажет. Бай да келіп анда-санда есеп алып кетеді. Бірде ол Ержанға: «Биыл малдың күйі жаман емес, Ержан. Сендерге сенемін, тек жақсы қараңдар», деп ескертіп кеткен еді. Ержан үшін малды жақсы бағу абырой. Себебі ол бұл жұмысты адал атқарып жүр. Кейде өзінің жеке малын ұстау туралы армандайды. Бірақ әзірге сол арман күйінде қалып келеді. Кеш түскенде отбасы ошақ басына жиналады. Жамиля ыстық бауырсақ пен қою шайын ұсынып, балалардың күбір-күбір әңгімесін тыңдайды. Ержан сыртқа шығып, жұлдызды аспанға қарап, ертеңгі күннің қамын ойлайды. Қыстағы өмір осылайша еңбекпен, арманмен және үмітпен өтуде. Қыстың ызғары күшейген сайын Ержанның көңіліндегі алаң да үдей түсті. Көп жылдан бері байдың малын бағып, қыстауын паналап жүргенімен өзіне бұйырғаны тек адал еңбек пен аз-маз ақы ғана. Қашанғы біреудің малын бағамын деп кейде ішінен күбірлейтін. Бірақ соңғы уақытта ол адал еңбектен пайда жоқ екенін түсіне бастағандай. Биыл бай қыстық шөпті молынан сүріп берген. Қорада тау-тау болып жиналған мая шөпті көргенде Ержанның көкейіне түрлі ойлар келе бастады. Мынаның бірер бөлшегін сатып жіберсем, бай білмей де қалар. Бәрібір қыс ұзақ емес пе? Амалдап жеткіземіз, деп ішінен күбірлей жүріп, көрші ауылдағы мал ұстаған таныстарынан шөптің бағасын сұрастыра бастады. Алғашында Жамиля мұны естігенде бірден қарсы болды. «Ержан, бұның дұрыс емес қой, біреудің аманаты», деп кейіді ол. «Әй, сен қойш, 30-40 бау шөп жетіспей қалады дейсің бе? Байдың қойлары тойып жүр ғой», деп Ержан қолын бір сілтеді. Көп ұзамай ауылдағы бір жігітке бірнеше бау шөпті қолайлы бағамен сатып жіберді. Одан кейін де бұл әрекет жалғаса берді. Алған ақшаның дәмін татқан сайын Ержанның көкейіндегі арам ой да ұлғая берді. Көктемде төлдеу маусымы келгенде қозылардың ішінде шығын болатыны белгілі. Бірақ Ержан осыны да пайдаланып байға: «Биыл суық қатты болды, біраз қозы шығынға кетті», деп өтірік есеп беріп, аман қалған қозыларды жетім қозы ретінде ауыл арасында сатып, тағы да біраз ақша жиып алды. Уақыт өте келе Ержанның осындай әрекеттері оған жеңіл көріне бастады. Кейде
түнделетіп шөпті артып әкетсе, кейде көрші ауылға барып қойдан құтылып кеткендей етіп көрсетіп сатып жіберетін болды. Ой, қой көп, бір-екеуі жетіспей жатса байқамайды да, деп өзін жұбатып қоятын. Ержанның арам жолмен тапқан табысы көбейген сайын, оның көңілі де көтеріңкі жүретін болды. Алған ақшаны қалтасына салып, осы істі ертерек ойламаған екен, деп іштей риза болатын. Бай қалада тұратын, жылына бір рет қана келіп, малдың жайын сұрап кететін. Оған Ержан әрдайым бәрін жайма шуақ етіп көрсететін. Малды аман есен бағып жатырмыз, шөп те жетеді, шығын болса табиғаттың ісі ғой, деп жайбарақат жауап беретін. Бай болса, оның сөзін екі етпей сеніп жүре береді. Ал ауыл ішінде Ержан өзгере бастады. Бұрынғыдай қарапайым малшы емес, енді аздап еңсесін тіктеп, өзін байсынып жүретін болды. Қолындағы ақшаны босқа шашпай, ауыл ішінен бір телім жер сатып алды. Адал еңбекпен алып жатырмыз, деп айналасына сыр білдірмей, үй тұрғызуға кірісті. Жамиля да басында ерінің әрекетіне алаңдағанымен, енді жаңа үйдің құрылысы басталғанда үнсіздікке көшті. Ержан, осы ақшаны қайдан тауып жүрсің? Деп сұраған Жамиля бір күні. Қайдан болушы еді? Еңбектің ақысы ғой. Байға істеп жүріп, аз-маз өзімізге де артылып қалды, деп Ержан сыр бермеді. Үйдің құрылысы аяқтала бере, Ержан 2 сиыр сатып алды. Оларды қорасына жайғастырып, ауылдастардың көзіне түспейтіндей деп, тым асаулыққа салынбады. Ал мал ұрлағаны туралы ауылда ешкім жақ ашқан жоқ. Себебі арзан шөп пен қозыға ие болғандар Ержанның сырына берік еді. Ержанның қолы жүріп тұр ғой қазір, деп кейбір көршілер қызыға да, қызғана да айтатын. Оның қулығы осылай жалғаса берді. Ол енді байдан жасырып, тағы біраз қозы мен қойды шығарып сатуға бел буды. Қойшы ана байдың малы азайып жатса да байқамай қалады. Барым жақсы болып жатса болды деп ойлайтын. Ержанның арам жолмен тапқан ақшасы көбейген сайын, үйдегі тыныштық азая түсті. Жамиля күйеуінің бұл әрекеттеріне қарсы болудан жалықпады. Ержан, адал еңбегің қайда? Балаларға не үйретіп жүрсің? Деп қайта-қайта айтқан сайын, Ержанның ашуы ұлғая беретін. Ақыры ол ойластырып, Жамиля мен қызын жаңа соққан үйіне орналастырып, өзіне кедергі келтірмеудің амалын тапты. Жамиля, сен асылымды алып, ауылдағы жаңа үйде тұр. Бұл жақтың бейнеті сендерге ауыр. Анау сиырларды да қарарсың, деді Ержан бір күні. Жамиля бұл шешімге бірден келсе қоймаса да, балаларының қамын ойлап, амалсыз көшті. Бірақ күйеуінің іс-әрекетінен күмәндануын тоқтатпады. Ол анда-санда отарға келіп, Ержанға ақылын айтып ұрсып кететін. Ержанға бұл ұнаған жоқ. Қалайда Жамиляның жиі келуін тоқтату керек болды. Сол үшін ол алыс ауылда тұратын қарт анасын жаңа үйге әкеліп, Жамиляның қолына табыстады. Анама қарап, үйдің шаруасын реттеп отыр. Ал мұнда келіп мазамды алма, деді ол суық үнмен. Қарт анасы келгелі бері Жамиляның ойы екіге бөлінді. Ана кісі қартайып, әлсіз болғандықтан оған қарау Жамиляның мойнына түсті. Ол енді малға көп қараласа алмай, үйдің ішінде шай қойып, анасының жағдайын жасап, сиырларын бағып, күнін өткізетін болды. Ал Ержан болса, Нұржан екеуі отарда қалды. Баласы Нұржан мал бағуға әбден бейімделіп, әкесінің айтқанын екі етпейтін. Бірақ Ержан ұлының адалдығына сенімді болса да, кей нәрселерді білдіртпеуге тырысты. Әке, мына қойлар азайып бара жатқан сияқты ғой, деп сұрағанға бірден Нұржан, әй қойшы соны, есепті мен білемін, саған тек айтқанымды орындасаң болды, деп Ержан қатқыл сөйледі.
Ержанның қолындағы ақша көбейген сайын ол бұрынғыдан да ашкөз бола түсті. Арам жолмен келген табысқа әбден масайып, енді өмірді тек байлық пен пайда тұрғысынан бағалайтын болды. Ақша болса бәрі болады деген ой санасына әбден сіңіп, айналасындағы адамдарды да соған көндіруге тырысты. Нұржан кішкентайынан әкесінің қасында жүріп, мал бағуды ғана емес, айла мен қулықты да үйрене бастады. Ержан оған бұл өмірде адалдықпен ешкім байыған емес. Бай болам десең, басқалардан ақылды болуың керек деп үйретуден жалықпады. Нұржан да әкесінің айтқанын көкейіне түйіп, адамдардың әлсіздігін, олардың ақшаға тәуелді екенін ерте түсінді. Ол да бірте-бірте ақшаның буына еніп, өзінен төмендерді басынуға, пайда үшін ештеңеден тайынбауға бейімделе бастады. Бір күні Ержан ұлына: «Балам, ана бастықсымақ біраз сауынды сиыр әкелем деп кетті. Соған анаңды қайта алдыр деп кетті. Анаң келсе бізге кедергі болады. Сондықтан бізге жалдамалы құл керек» деді. Солай ойлана келе, Ержан ауылда жетім қызды асырап отырған бір жағдайы төмен отбасы барын естіді. Олар күндерін әрең көріп отырған бейшара жандар еді. Ержан көп ойланбастан сол отбасының есігін қақты. «Қыздарың бой жетіп қалыпты, оған жақсы өмір керек. Менің ұлыма лайық жар болады. Қыздарыңды адам қыламын, жоқшылықта жүре бермесін» деп алдап ақшаны жайып салды. Қайғыдан қажыған отбасы қарсылық таныта алмады. Ақшаны жетіспеушілігінен көз ашпаған олар үшін бұл ұсыныс бір жағынан құтқарғандай көрінді. Одан бөлек Сұлубай үнемі жеңгесімен келісе алмай жүргендіктен ағасы да одан құтыла алмай жүрген екен. Бұл оған тамаша мүмкіндік болды. Қыздың көз жасы мен үнсіз қарсылығы Ержанға еш әсер етпеді. Ол үшін бұл да бір сатып алынатын зат сияқты ғана еді. Осылайша жетім қызды ауылға алып келіп, отарына орналастырды. Жәмилә бұған қатты қарсылық танытты. «Ержан, сенің жүрегің тас болып кеткен бе? Жетімнің көз жасынан қорықпайсың ба?» деп айғайлады. «Әй, қойш, бәрі дұрыс болады. Жетім болса енді біздің қызымыз. Байлықпен бәрін ұмыттырамыз» деп Ержан кердеңдеп өз ісін дұрыс санады. Қыз үнсіз, үмітсіз күйде жаңа өмірге амалсыз көнді. Ал Ержан мен Нұржан үшін бұл тек байлық пен биліктің кезекті қадамы ғана болды. Сұлубайды алғашында Ержан тек сиыр сауып, үйді жинап, тамақ істеп, нан жабуға алды. Үйге келген бастығына оны туысымның қызы, жұмыс таппай жүрген екен деп таныстырды. Шындығында жетім қыздың барар жері, басар тауы жоқ еді. Ол үнсіз көнді, ешкімге шағым айтпады. Бірақ жүрегінде үміт оты сөнбей, тағдырдың бір күні өзгереріне сеніп жүрді. Сұлубай атына азаты сай, сұлулығымен кез келген адамды тамсандыратын ақ құба жүзі, ұзын шашы, мөлдір көздері кез келген жанды баурап алар еді. Бұны бай алғаш көргенде көзі тоймай, сұқтана қарай беретін болды. Ержан мен Нұржанды әртүрлі сылтаумен малға жұмсап, өзі Сұлубаймен үйде қалып жүрді. Жас болғанымен ісі тиянақты екен деп сөз бастап Сұлубайдың жанынан шықпайтын болды. Қыз бейшара болса, одан қашудың жолын іздеп жүрді. Бір күні сәті түсіп: «Аға, мен бұл үйде амалсыз тұрып жатырмын. Ержанның туысы емеспін, жетім қызбын, қашуға көмектесіңізші» деп жалына қарады. Бай қыздың сөзін естіп, оның дәрменсіздігін бірден пайдаланды. Ішіндегі арам ойы өршіп, енді ештеңеден тайынбады. «Сенің барар жерің жоқ, мұнда сенің қамыңды мен ойлаймын» деп бай Сұлубайдың әлсіздігін пайдаланып, көз жасына қарамастан оның пәктігін тартып алды. Қыз қанша қарсылық білдірсе де, еріксіз көнуге мәжбүр болды. Бай оның құмарын қандырған сайын ақша беріп, үндемеуін талап етті.
Біреуге тіс жарсаң, жер бетінен жоқ қыламын деп қорқытып, Сұлуайды үнсіз қалуға мәжбүрледі. Күндер өте берді. Сұлуай көзінің жасы құрғап, өмірден үмітін үзді. Ал бай болса, анда-санда келіп, оны ермек қылып, қомақты ақша тастап кететін болды. Ержан болса, бұл қарым-қатынасты байқаса да, байдың көңілі тоқ болса, менің де жағдайым жақсы деп іштей қуанып жүрді. Және де Сұлуайдың ақшасында қалтасына басып жүрді. Сұлуайдың көзіндегі мұңды Жәмиля да аңғарды. Бірақ қыз не болғанын ашып айтпайтын. Ержан болса, бұрынғыдан да қатыгезденіп, ақша мен пайда үшін кез келген нәрсеге дайын екенін көрсетті. Ақыры бүлініп ақшаға сатылып жүрсің, біздің де бір құмарымызды қандыр деп, ұлын ауылдағы үйіне демалып кел деп жіберіп, өзі Сұлуайды аямай зорлайтын. Сұлуай күн өткен сайын өмірден түңіліп бара жатты. Ол бұл сұмдық азаптан құтылудың жалғыз жолы өлім деп ойлады. Бірақ Ержан оған оны да қимады. Қыздың тіпті өзіне қол жұмсауына мұрша бермей, күні бойы аңдып, түнде аяқ қолын байлап тастайтын. Өмірің менің қолымда, сенің тағдырыңды мен шешемін деп айқайлайтын Ержан. Сұлуайдың жан дауысы шығып, көз жасы көл болса да, оны тыңдар жан болмады. Бай өз ісін тыңдырып, ақшасын беріп кетеді. Ержан мен Нұржан өз шаруаларын істетіп жүре береді. Қызды адам санатына қосатын ешкім болмады. Бай Ержанға: сүтті көп алмай-ақ қойыңдар, бұзаулар еме берсін, маған тек мал басының көбеюі керек, деп бірнеше рет ескерткен. Бірақ Ержанға байдың бұйрығы емес, қалтасына түсетін ақша маңызды еді. Ол үшін малдың да, бұзаудың да керек жоқ, тек ақша жүрсе болғаны. Күн сайын таң қала бере Сұлуайдың азабы қайта басталатын. Ержан оны күштеп оятып сиыр сауғызатын. Тезірек қимылда, әр минут ақша деп желкесінен төніп тұратын. 15 сиырды сауы оңай жұмыс емес. Бірақ оны Сұлуай тыңдамаса амалы жоқ, өлі денедей үнсіз орындай беретін. Оның жаны әлде қашан өліп кеткендей еді. Сауы аяқталған соң Ержан жинаған шелектерді тексеріп, риза болса, ысқырып Нұржанды шақыртатын. Мотоцикліңді дайында, сүтті апарып тарат деп бұйыратын ол. Нұржан сүт толы фляктарды мотоцикліне тиеп, ауылдағы дүкендерге таратып келетін. Олар үшін бұл тек бизнес болатын, ал Сұлуай үшін бітпейтін тозақ. Сұлуай үйге келгелі бері Ержан Жәмиляның отарға жоламауы үшін барын салды. Бірде үйде шаруа көп, анаңа қара, бірде әйелдің малға араласқаны ұят деген сылтаурамен Жәмиляны ауылда ұстап отырды. Бірақ әйелдің жүрегі ешқашан алдамайтын еді. Іштей бір шикілік барын сезді. Сұлуай мен Жәмиляның қызы Асылым құрдас болатын. Бірі өмірдің тауқыметіне арқаласы, екіншісі ата-анасының қамқорлығында еркелеп өсіп жатты. Бірақ Жәмиля қызына қатал тәрбие беріп, шындықты көре білуге үйреткен еді. Жәмиля өзі бара алмаған соң қызына: Асылым, қызым, тамақ апарып, отардағы үйді бір қарап келші, әкеңдер қалай өмір сүріп жатыр екен, деп сұрайтын. Асылым анасын тыңдап, анда-санда Ержан мен Нұржанға тамақ таситын. Ол барған сайын Сұлуайдың жүзі сынық, көзі шарасыз екенін байқап жүрді. Бірақ ол кезде бұл сұмдықтың тереңіне бойлап үлгермеген еді. Бір күні Асылым үйге келген соң анасына: Мам, жаңағы қыз өте жүдеу көрінеді. Бір түрлі сұрланып кеткен, бірақ әкем оған қатты сөйлейді, ал өзі үндемейді, деді күмілжіп. Жәмиля қызының сөзін жүрегіне түйіп, іштей алаңдай бастады. Ержан тағы қандай зұлымдық ойлап тапты деген ой оны маза бермеді. Бірақ дәл қазір қолынан ештеңе келмейтіндей көрінді.
Жәмилә күн өткен сайын іштен тынған күйі өмір сүре алмастай күйге жетті. Ержанның өзіне деген салқын қабағы, отарға жібермеуге тырысқаны, ал байдың тым жиі келгіштеп кеткені күмәнін қоюлата берді. Ақыры шыдамы таусылды. Ержан Нұржанды ауылға жұмсаған сәтті пайдаланып, Жәмилә отарға қарай бет алды. Ол жүрегі өркепіп, өзін алда не күтіп тұрғанын білмесе де, бір сұмдыққа куә болатынын сезгендей еді. Түн қараңғылығы қоюланып келе жатқан. Үйге жақындай бергенде іштен шыққан күдікті дыбыстар құлағына жетті. Жәмилә есікке таянып, ішке үңілгенде көргеніне сене алмады. Ержан сұмдық әрекетінен еш қысылмай жас қызбен айызын қандырып жатқан еді. Жәмиләнің жүрегі су ете қалды. Денесі қалтырап, аяқ-қолы дірілдеп кетті. Ол өзін әрең ұстап ішке кірді. «Ержан!» деп жан даусымен айқай салды. Ержан селк етіп жалт қарады. Оның көзі шарасынан шығып кетті. Сұлуай болса жанына пана іздегендей бұрышқа тығылып бүрісіп қалды. Сен қандай айуансың, деп Жәмилә көз жасын тоқтата алмай айғай салды. Ержан бір сәтке сасып қалды, бірақ тез есін жиды. «Не деп тұрсың? Өз күйеуіңе бұлай айғалауды қой», деп дүрсе қоя берді. Бірақ Жәмиләнің жүрегіндегі ашу мен жеркеніш оны енді тоқтата алмайтыны халге жеткізді. «Мен сені енді кешірмеймін. Бұл күнә, бұл қорлық. Сен малдан да төменсің», деді ол өксігін әрең басып. Сол сәтте Ержан оны тоқтатпаса, бұл оқиғаның арты не боларын сезді. Ол Жәмиләға жақындай берді. Ержан қолыққа басты. Ол Жәмиләнің ең осал тұсын дәл тауып, санасын олай бастады. «Бәріне жария етемін дейсің бе? Онда ойлан. Мен түрмеге түсем, сендер қалай күн көресіңдер? Қайтадан сасық қора ішінде жарықсыз өмір сүргің келе ме? Балаларыңды кім асырайды?» деп көзін қитырлата Жәмиләға төне түсті. Жәмиләнің жүрегі қақ айырылғандай болды. Бір жағы ар ұяты, бір жағы балаларының болашағы. Ол көзін жұмып терең дем алды. Ержанға жеркене қарады. «Мен бірақ шарт қоямын», деді ол ақырын. «Қызды жөніне жібересің». Ержан мырс етті. «Ой, әйелдер-ай», деді ол мысқылмен. «Сен сонда бәрін ұмытып үндемейсің бе?» Жәмилә көз жасын сүртіп, тістеніп тұрып, «Я». Бірақ Сұлуай еркіндікке шықса ғана. Ержан ойланып қалды. Ол Сұлуайды осылайша оңай жібере салғысы келмеді. Бірақ Жәмиләнің ашуы мен алған бетінен қайтпайтынын сезді. Ақыры өз есебін түсінгендей отырып, «Жарайды, бірақ бұл әңгіме осы жерде бітсін», деп шарт қойды. Жәмилә басын изеді, бірақ оның ішіндегі өрт енді басылмайтын еді. Сұлуай көзіндегі қан аралас жаспен бар ызаға кегін төгіп тұрды. «Мен бұл жерден шыққан бойда бәріңнің үстінен арыз жазамын. Мені тірі өлік еттіңдер, бірақ мен сендерге қарғыс айтамын», деді ол дірілдеген даусымен. «Сендердің де қыздарың, ұлдарың бар. Менің басыма түскен қиянат 7 ұрпағыңа жетсін». Ержан ашуға булығып, оның сөзін соңына дейін тыңдауға шыдамады. Жүзі қанталаған күйі бірақ ұрып жіберді. Сұлуай сылқ етіп, есінен танып жерге құлады. Жәмилә шошып кетті. Қызға қарай ұмтылды. Оның жүзі әппақ болып кетті. Қолын ұстай беріп еді, денесі оттай жанып тұр екен. «Бұл қыздың қызуы көтеріліп кеткен», деді Жәмилә үрейленіп. Ержан болса алақанын ысқылап тұрып, «Өлер болса өлсін, әйтеуір құтылатын болдық», деп мырс етті. Жәмилә көзіне еріксіз жас алып ішінен, «Бұл азаптың да бір шегі болуға тиіс. Құдай мұны жай қалдырмайды», деп түйді.
Жәмила жүрегі дүрсілдей. Сұлуайдың ішіне қолын қойды. Сол сәтте суық тер жүгіріп өтті. Ол көп күттірмей-ақ түсінді. Қыздың жатырында сәби бар еді. Бірақ ең ауыры ол тірі емес. Қорқынышты ой санасына жеткен кезде қыздың денесінен шыққан сасық иіс мұның дәлелі болды. Бұл шіріп бара жатқан сәбидің иісі еді. Жәмиланың тұла бойы дір ете қалды. Жоқ, бұл мүмкін емес. Ол әлі жас. Қалай ғана мұндай қасіретке ұшырады? Бірақ байқамауға да болмас еді. Ол бұл белгілерді жақсы білетін. Бір жыл болса да медицина факультетінде оқығаны есіне түсті. Егер Ержан оны алып қашпағанда, қазір мықты дәрігер болып жүрер ме еді? Ержан, сен қан ішерсің. Құдайдан қорықсаң етті. Сенің де қызың бар. Бұл күнәнің қасіреті ұл қызыңа тиесе қайтесің, деді Жәмила көзінен жас парлап. Ол Сұлуайдың өлі денесіне қарап, жүрегі қарс айырылды. Бұл қыздың көрген қорлығы да жетер. Ауылға әкетіп, адам сияқты жаназасын шығарайық. Сол сәтте Ержан кенеттен қарқылдап күліп жіберді. Ауылдағыларға не айтасың, а? Күйеуім зорлап, сосын өлтірді дейсің бе? Сен де бұл қылмысқа қатысың бар. Жәмила, мен ұсталып кетсем, сен де кетесің. Жәмила шошып кетті. Менің не қатысым бар? Ержан мысқыл етті. Бар, сен бұл сұмдықтың бәрін көрдің, үндемей келдің, демек жасырып келдің. Тіпті мен ғана емес, баламыз Нұржан да бұған қатысы бар. Жәмиланың денесі дір ете қалды. Нұржанның қандай қатысы бар? Ол ақымақ мені білмейді деп ойлайды-ау. Нұржан да оны зорлаған. Ол да өз еншісін алды. Жәмиланың санасы жарылып кеткендей болды. Көз алды қарауытты. Әлем шыр айналды. Оның бауырынан шыққан ұлы бұндай қайуандыққа барады ма? Бұл азапқа шыдай алмады. Бір сәтте есінен адасып, қолына пышақ іле сала күйеуіне қарай жүгірді. Өлтірем сені, ай оңбаған. Жәмиланың ашуы мен ызаға булыққан денесі қалтырап, қолындағы пышақты Ержанға сермемек болды. Бірақ Ержан одан әлде қайда күштірек еді. Ол бар күшімен Жәмиланы итеріп жіберді. Әйел бар пәрменімен жерге құлады. Демі тарылып, арқасы тасқа соғылғандай ауырды. Ержан оған төне қарап, сұмсырая күліп: Сен маған шаман келеді деп ойладың ба? Есіңді жи, әйел. Егер аузыңа ие болмасаң, үшеуміз де түрмеге қамаламыз. Ал сенің қымбат қызың асылың жетім қалады. Жәмила жерге отырып қалды. Тұла бойы жаншылап, тек жүрегінің соғысына ғана естіп жатты. Жүрегінің соғысын ғана естіп жатты. Бұлай болмауы керек еді деп күбірледі ол. Бірақ осылай болды, деді Ержан қанды жүзін жауып тұрған терін сүртіп. Демек не істеу керек екенін білесің. Жәмила көзін тарс жұмып, бүкіл өмірінің тозаққа айналғанын ұқты. Ол не істесе де бұл сұмдықтан құтылу мүмкін еместей сезілді. Қызы үшін алаңдап, жабулы қазанда жабулы күйінде қалдыруға шешім қабылдады. Бұл көрініске есіктен сығалап тұрған Нұржан да куә болды. Әкесі екеуі үйдің артқы жағынан шұңғыр қазып, қызды көміп тастады. Сол күннен бастап Жәмила ауыр жүкті үнсіз арқалап жүрді. Ержан болса сол баяғынша арам істерін жалғастырып, күнделікті өмірін бұрынғыдай жүргізді. Бай келіп, Сұлуайдың қайда кеткенін сұрағанда, Ержан оны үйден қашып кетті деп түсіндірді. Бұл өтірік байдың қанағаттандырмағанымен оның жүрегінде сұрақтар қалды. Бірақ бай отарды кеңейтіп, жылқы қосып, өрісін ұлғайтуға шешім қабылдады. Бай отарға келгенде оның баласы Айбар да бірге келді. Айбар жас емес,
Нұржан сияқты ер жеткен бала еді. Отарда әйел адам болмағандықтан Асылым әр кезде келіп үйін жинап кететін болды. Жәмила осы ауыр жағдайдың бәрін көтере жүріп, бір сәтте ертеңгі күнге деген үмітін жоғалтпады. Оған бәрі қиын болды, бірақ ол балаларының болашағы үшін ешқашан сынбауға тырысты. Айбар әкесінің ерке ұлы болатын. Әкесі бар айтқанын орындайтын. Айбар болса өз дегенін жасататын. Бір күні Айбар жолдастарын ертіп келіп тау етегіне демалуға, атпен серуендеуге баратын және де Асылымды өзімен бірге алып кетуді ұсынды. Сол сәтте Айбар Ержаннан Асылымды да бірге алып кетуге рұқсат сұрады. Ержан бастығының алара қараған көздерінен қорқып, келісім беруге мәжбүр болды. Асылымды күштеп алып кеткен Айбар оның қарсылығына қарамастан өз дегенін орындады. Ержан байдың ұлының айтқанын орындаудан басқа амал таппай үнсіз ғана рұқсат етті. Үш жігітпен қарындасын жібергеніне Нұржан ашудан жарылардай болып тұрды. Оның жүрегін ашу мен ыза кернеп, өзін әрең ұстап тұрды. Әкесі Ержан оны әрең тізгіндеп ұстап тұрды. Нұржанның көзінде от жалындап, жұдырығын түйіп, әкесіне бар ашуын төгіп жіберуге дайын еді. Ол өз қарындасын осылайша ертіп кетіп бара жатқанын көргенде өзін жәбірлегендей сезінді. Бұл оның әкесі мен арадағы сенімділікті жоғалтып, әлде қашан шығып кеткен шекаралардың бұзылуының бір белгісі болды. Ержан ұлын сабырлы болуға шақырды, бірақ өзі де ішінен не істерін білмей, ішіндегі ұялатын сезіммен арпалысып тұрды. Нұржан жүрегінде бұл шешімнің дұрыс емес екенін сезсе де, өзінің әкесінің алдында кесіп өтуді қаламады. Ержанның жалғыз мақсаты ұлын ұстап тұрып, жағдайды бәсеңдету ғана еді. Бірақ бұл оны жеңілдете алмады. Бай болса бұның бәрін көріп, әрі қарай қыспаққа ала бастады. Ол Ержанның ішкі қайшылықтарын ұға отырып, өзінің жеке мүддесін қанағаттандыруға тырысты. Бай өзіне шаршауын басатын жас қыз іздейтінін айтып, Ержанның басын қатырды. Оның жүрегінде тек қана өз қалауы мен тән ләззатын алудан басқа ештеңе болған жоқ. Ол тек өз рахаты мен қажеттіліктерін ойлап, басқаларды аяқ асты етуді ғана біледі. Ержан болса, байдың қалағанын орындауға мәжбүр болмау үшін жоқ деп жауап беріп, ақталуға тырысты. Бірақ байдың бір сөзі Ержанның ішкі дүниесін өзгертті. Ол Асылым жайлы сөз қозғады. Бастапқыда жай ғана әңгіменің шет жағасын айтты, бірақ сөз бірте-бірте ауқымдырақ бағытқа ауысты. Бай Ержанға Асылымды тоқалдыққа сұрау мәселесін көтеріп, өз талабын ашық білдірді. Ол өзін қанағаттандыратын жас қызды табуды көздеп отырды. Ал Асылым оны қанағаттандыру үшін жақсы кандидат болып көрінді. Бұл сөздерден соң Ержан бірден ашуға булығып, жас қызды өзінің аяусыз зорлаған күндері бейне таспадай көз алдына жүгіріп өтті. Денесін тітіркеніп, өзін қоярға жер таппай, малын желеулетіп сыртқа шығып кетті. Әкеге қарап ұл өсер деп бекер айтпаса керек. Айбар да әкесінің жауыздығынан аумай қалған еді. Ол өзінің қалауына қарай әрекет ететін. Ешкімнің сезімін ескермеуді үйренген. Айбар тау етегіне барған сәтте мәжбүрлі түрде Асылымға спирттік ішімдік ішкізіп, оны мас күйге түсіреді. Сол кезде үш жігіт кезекпен оны пайдаланып құмарын қандырады. Асылым болса ештеңеден хабарсыз өрескендей мас күйде болған еді. Асылымды мас күйде әкесінің алдына алып келгенде Ержан бұл жағдайды көріп есінен адаса жаздады. Оның жүрегі қатты соғып,
көз алдында бәрі бұлыңғырлатып кетті. Өз қызының тағдыры осылай бұзылғанын көргенде, бұл көрініс Ержанның ішіндегі адамдық қасиеттері де, ар-намысы да әсерлеп қалғанының айқын дәлелі еді. Оның көздері жасқа толып, не істерін білмей қалды. Айбардың қатыгездігі мен арам ниеті оны іштей есеңгіретті. Бұл сәтте Ержан өзін, бірақ бәрі тым кеш еді. Асылымның тағдыры осы сәттен бастап толық өзгерді, ал оның болашағы бұлыңғыр болып қалды. Бай баласының бұл ісіне еш қымсынбады. Керісінше ол үшін еш өкініш білдірместен Ержанның қолына бір бума ақша ұстатты. Бұл оның рахымсыздығының, адамгершіліктен жұрдайлығының айқын көрінісі еді. Сенің қызың ені біздің адамымыз, деді бай жайбарақат үнмен. Бұның үшін саған алғыс айтудың қажеті жоқ. Ақшаны ал да, әрі қарай да менің сенімімді ақтайтын бол. Ержан ішкі арпалыспен тұрды. Бұл ақша оның отбасына, болашағына деген қорқыныштың өтеуі ме, әлде сатқындықтың белгісі ме? Бірақ ол баяғыда-ақ өз жолын ақшаға айырбастап жібергенін сезді. Ақырында Ержан ақшаны қатты қысып ұстап үнсіз қалды. Ал асылым оның тағдыры бұдан былай өз қолында емес еді. Ержан біреудің қызына істеген арамдығы өз алдына келгеніне сене алар емес. Бұрын өзі басқалардың тағдырын ойыншық қылып, еш қиналмастан әрекет ететін. Бірақ енді сол зұлымдығы өз қызының басына түсіп, өз отбасын ойран еткенде ғана ол мұның салмағы сезіне бастады. Жәмиля мен Нұржан оны құтырған иттей талады. Жәмиляның көз жасы, Нұржанның ызаға булыққан ашуы Ержанға қарай төпелеп жауып жатты. Бірақ Ержанның оларға берер бірде-бір уәжі де жауабы жоқ еді. Ол іштей күйініп, не істерін білмей дағдырап қалды. Асылым болса әкесін иттей жек көріп кетті. Бұрынғы сенім, бұрынғы махаббат бәрі жермен жексен болды. Сол күннен бастап ол өлікке айналды. Жүрсе де тұрса да жанарында ешқандай өмір белгісі болмады. Жәмиля болса оның әр қадамын аңдып, күні-түні жанында жүрді. Себебі ол асылымның өзіне қол жұмсауы мүмкін екенін іштей сезді. Қызын жоғалтудан қорықты. Бірақ бұл қорқыныш кеш келген аналық мейірімінің белгісі ме, әлде өзін кінәлі сезінген жанның жалғыз амалсыздығы ма, оны өзі де түсіне алмады. Жәмиля күн сайын Ержан мен Нұржанның өткен күнәларын бетіне басып, жасаған иттіктерін желкесінен шығарып отырды. Ол ішіндегі бар ашуын, өкінішін, жеркенішін ақтарып, олардың арсыздықтарын бір-бірлеп санап шықты. Сендер адам емессіңдер. Қанша жыласаң да, қанша жалынсаң да, ешкімді аямадыңдар. Өзгені қорлау түгілі, өз қаныңды, өз балаңды сататын деңгейге жеттіңдер. Құдай бар, Ержан, Құдай бәрін көріп тұр, деп Жәмиляның үні дірілдеп шықты. Осы сөздерді естіп тұрған асылымның тұла бойы түршікті. Ол әкесінің жасаған сұмдықтарын білемін деп ойлаған, бірақ мына естігендері оны есеңгіретіп жіберді. Бір сәтте-ақ көзі қарауытып, құлағы шыңылдап, бойындағы әл кетіп, сылқ етіп еденге құлады. Асылым есінен танып жатқанда, Ержан, Нұржан, Жәмиля үшеуі де сілейіп тұрып қалды. Жаңа ғана бір-бірі айыптап, ашумен тулап жатқан үшеуі енді не істерін білмей абдырап қалды. Қызым, асылым, деп Жәмиля жүгіріп барып оны құшақтай алды. Нұржан да бір сәтке жамандықты ұмытып, қарындасының өңі боп-боз болып кеткенін көріп, жүрегі дүрсілдеп кетті. Ержан болса тұнжырап тұрып қалды. Өзіне өзі сенбейтіндей еді. Ол алғаш рет
өз істеген істерінің салдары өз отбасына ауыр соққы болып тигенін анық сезінді. Олар Асылымның есін жиғызуға тырысты, бірақ оның денесі мұздай, ерні көгеріп, жансыз күйде жатты. Үшеуі де енді не істерлерін білмей шыр-пыр болды, бірақ бәрі кеш еді. Асылым өте көп мөлшерде ұйықтататын дәрі ішкен еді. Асылым есін жиған сәтте әкесі мен ағасына қарап еріндері дірілдей. Адам өлтіргіш қанішерлер, мені де есік алдына көме салыңдар, деп соңғы сөзін айтты да жан тәсілім етті. Жәмилә шырқырап қызын құшақтап жылағанда бүкіл үйді аза биледі. Бұл отбасы қара жамылып қала берді. Ержанның арамдығы ақыры өз түбіне жеткендей болды. Енді жоғалтар түгім жоқ деп Жәмилә бірден полицияға барып, бар білгенін жайып салды. Ол енді Ержанның арам пиғылын тежей алмайтынын, оның тоқтамайтынын анық түсінді. Алайда Жәмилә Нұржанды бұл іске араластырмады. Ұлының қанша қателікке бой алдырғанын білсе де, оған бір мүмкіндік бергісі келді. Ержан да мәрттік танытып, істі жалғыз өзі мойнына алды. Бірақ ол бұл мойындауының кешіккенін өзі үшін ғана емес, бүкіл отбасы үшін орны толмас қасірет әкелгенін кеш түсінді. Осылайша әділет орнағандай көрінгенімен, бұл отбасының жүрегіндегі жара ешқашан жазылмайтын еді. Ержан бай бастығынан ұлы Айбардың ісі үшін кек алмақ болып полицияға барып, шындықты жайып салды. Асылымның денесін тексерген сарапшылар оның зорланғанын анықтады. Бұл жағдайда тергеушілердің назарын бірден Айбарға аударды. Жәмилә берген куәліктер мен дәлелдердің негізінде Айбар да сотталып темір тордың арғы жағына тоғытталды. Ол қанша қатылуға тырысса да, әкесінің ақшасы мен билігі бұл жолы көмектесе алмады. Айбардың сотталғанын естіген Ержанның іші қуанғандай болды. Бірақ бұл қуаныш емес, кеш түсінген әділеттікке деңгей бір сәттік жеңілдеу ғана еді. Ол өзінің де дәл осындай лайықты жазасын алғанын білді. Ал Жәмилә үшін бұл жеңіс емес, тек әділеттіктің орнағаны ғана болды. Өйткені Асылым оралмайтын еді.